Сандығы жоқ үйде не болмайтынын білесіз бе? Сенесіз бе, біздің үйде қайың ағашынан жасалған, сыртынан темір қапталып, мыс жапсырмамен ою-өрнектер салынған 6 бірдей сандық бар. Бір сандықтың төменгі жағында ағамның есімі жазылған. Бұл көнерген заттар бір бөлмені меншіктеп тұр. Аптасына бір рет кіріп, кілемін тазалап, еденін сүртіп қоймасақ, басқа күндері жан баласы кірмейді. Өткенде үйде кішігірім жөндеу жұмыстары жүргізілгенде жеңгем екеуміз бөлмелердің орнын ауыстырып, өзгеріс жасағымыз келді. Ата-анам демалысқа кеткен тұғын. Олардың келуіне тосынсый жасамақшы болдық. Сөйтіп, анамнан басқаны қызықтырмайтын әлгі сандықтарды сүйреп жүріп жертөлеге түсірдік. Алтауының да іші толы, ауыр, есігінде қара құлып тұр. Ол бөлмеге жеңгемнің жатын бөлмесін заманауи үлгіде жасалған сандықтарын шығарып, жүкті жинадық. Бір жұмадан соң келген анам тосынсыйымыздың тасталғанын шығарды. Тез арада сандықты өз орнына алып кіруімізді тапсырды. Мен де, жеңгем де себебін сұрамай айтқанын істедік. Кешкісін ашу басылған соң мән-жайды сұрағанымызда мынадай қызық мәліметтерге қанық болдық. Айналайындарым-ау, деп бастады әңгімесін. Қандай ана болса да ұзатып жатқан қызына міндетті түрде сандық алады. Бұрындары 2 үлкен, 1 кішкентай сандық беретін. Үлкен сандықтың біреуіне жүк салатын, екіншісіне киім-кешек салатын да, кішісіне шай, тәттілер, кәмпит секілді заттарды салатын. Жаңа келіннің жүгін көруге ауылдағы бүкіл әйелдер жиналатын. Сандық ашар салтын жасап, келін түсірген үй дастархан жазатын. Сандық ашатын кісіге де қыздың анасы арнайы мата салатын. Бұл сыйды алудың өзіне ауыл әйелдері таласады. Келіннің артынан келген жүкті мақтаса, жаңа құдағидың мерейі өседі. Сынаса келін қамығып қалатын. Қызының қамықпауын, ренжімеуін қалаған ана сандық беруге ұмтылады. Қыз үшін ең қадірлісі де, киелісі де сандық болады. Байқасаңдар, сандық пен бесікті қанша тосса да сыртқа шығарғам жоқ. Бұл қасиетті заттар анамның көзі. Ішіндегі заттар жастық шағымның естелігі. Сондықтан да көзімнің қарашығындай сақтаймын. Көзім кеткен соң не істесеңдер де өз еріктерінде. Ал қазірше ешқайсысын тисуші болмаңдар, деді анам көзіне жас алып. Иә, сандықтың қазақ үшін маңызы зор. Оны әрбір үйдің төрінен орын алған сандықтардан ақ сайрап айтып тұрғандай. Сіз үйіңіздегі немесе жертөлеңіздегі сандықтың ішін ашып көріңізші. Жоқ дегенде шапан мен мата табасыз. Бұрынғы әжелеріміз, апаларымыз қуыс үйден қоршықпа дегенді қатты ұстанған. Сол үшін де сандықта матаға, сүлгіге, күміс жүзік пен білезікке толтырған. Оның ішінен бата берген ақсақалға шапан, аш жеуге келген құдайы қонаққа көйлек, сүйінші сұрап келген балаға көйлек, құдаға киіт табылады. Сандықтың иісінің өзі бала күніңді көз алдыңа келтіреді. Қонаққа баратын кезде анамыз сандықты ашып жіберіп, бір матаны суырып алатын да, бір түннің ішінде әдемі көйлекті тігіп бере қоятын. Жаңа киім кигенге мәз болып қыдыратынбыз. Сандықтың өзі жай уақытта ашылмайды. Сандық ашылған күні үйге қонақ келеді, немесе өзіміз қонаққа барамыз. Ең құнды заттарымыз сандықта сақталатын. Қатар тізілген сандық тұрса, оның үстінде иін тірескен төсек жиналса керемет емес пе? Қазіргі жастар келетін қонаққа көрпеше төсегімен жататын кезде төсек жеткізе алмай абдырап қалады. Мұны қала тұрмақ ауылдың да көріп жүрміз. Үйіне 4-5 кісі келсе, көрші қолаңның көрпешесіне жүгіретін көршілеріміз де жоқ емес. Сандық үйіңе сын болмайды, керісінше сән болады. Сандығы бар үйге құт кіреді, береке болады. Ал бүгінде сандықтың орнына шифонермен алмастырғандарды да көріп жүрміз. Мұны түсінетін жастар қайда, деп күрсінді анам. Мына әрекетінен анамның балалығын ұрлағаныма, жүрегін ауыртып ренжіткеніме қатты өкіндім. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өз пікіріңізді жаза кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте ерекше.